Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум. Бүгін біз сіздермен осындай керемет үй жағдайында дайындалатын сірнені дайындаймыз. Менің арнамнан алыстамай бірге дайындайық. Құрамына картоп, бұрыш, қырыққабат, жуа, қызанақ, сәбіз және ет. Мен сиыр етін қолданамын. Барлық құрамдарын осылай кесіп алдым. Дәмдеуіштеріне сарымсақ, тұз, қарабұрыш, кориандр және етке арналған дәмдеуішті қолданамын. Сірнемізді дайындауға кірісейік. Алдымен қазанымызға майымызды құйып, қызғаннан кейін етімізді саламыз. Мен етімді осылай екі жағы қызарғанын, екі жағы қуырылғанын жақсы көрем. Сондықтан осылай қуырып алдым. Еттен кейін жуамыз саламыз. Осылай жан жаққа салып шығамыз. Жуамыздан кейін дәмдеуіштеріміз саламыз. Жаңағы сарымсақ, тұз, бұрыш, қара бұрыш. Одан кейін сәбізіміз саламыз. Бұрышымыз саламыз. Сәбіз бен бұрышты аз салдым, себебі мен отбасым мұндай қатты жақсы көрмейді, балалар да жемейтін болғасын. Сіздер көбірек салсаңыздар болады. Қалауларыңызша саласыздар. Одан кейін дәмдеуіштеріміз саламыз. Жаңа кориандрымды осылай езіп алдым. Оны да саламыз. Тамағымызға тәтті дәм беру үшін. Содан кейін картошкамыз саламыз. Мен көбірек салдым картошканы, балалар жақсы көретін болғасын. Содан кейін дәмдеуіштерімізді барлығын салып шығамыз. Одан кейін қырыққабатты мен осылай кестім. Осылай жақсы көретін болғасын, үлкен етіп кескен жоқпын. Сіздер үлкен етіп кесіп салсаңыздар болады. Содан кейін қызанақ. Астың баяу отта пісіреміз. Міне менің сірнем дайын. Қазір сіздерге салып көрсетемін. Сірнем дайын. Осылай әдемілеп салып жатырмын. Еті, картошкасы жұмсақ болып піскен. Дәмі де тәтті. Сіздерге видео ұнаса, сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Назерке Мейрамқызы. Ассаламу алейкум.